Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, НАТОның бас хатшысы Марк Рютте былайша айтқанда Кремльдің күтпеген мәлімдемесін жасады. Себебі осы кезге дейін Украинаға беріліп келген осы кезге дейін қару-жарақ, ақшалай көмектер тоқтатылатыны туралы мәлімдемесі Трамптың. Бұл Кремльдің үлкен қуанышпен қабылдаған оқиғаларының бірі болған еді. Алайда НАТО Украинаны түбегейлі тастап кеткен жоқ. Америка әлі күнге дейін Украинаға қару-жарақты жеткізіп жатыр. Және НАТОның бас хатшысы Брюссельде өткен үлкен жиналыс кезінде осы мәселені талқылаған болатын. НАТО Украинаға көмек беруді тоқтатқан жоқ. Украинаға нақты берілетін көмектің сомасы жарияланды, шешімге келді. Яғни Украина 20 миллиард еуро қаражат алады. Бұл туралы НАТОның бас хатшысы Марк Рютте былай деп хабарлады. Ағымдағы жылдың алғашқы 3 айында одақтастар Украинаға қауіпсіздік саласында 2025 жылы 20 миллиард еуро көлемінде көмек көрсетуге уәде берді деген болатын. Әрине, осы кезге дейін Америка құрама штаттарының Трамптың жасап жатқан мәлімдемелерінен кейін Трамп Путиннің қолын қысып, енді мына Украинаны жарға жыға ма деген сияқты мәлімдемелер айтылған еді. Және Еуропа мемлекетінің көшбасшылары да өзара жиналып Украинаға бірлесіп көмек беру туралы бастамаларды көтере бастады. Алайда мына соңғы жаңалықтар Америка Украинаны тастап кетпегенін көрсетті. Яғни Америка қару-жарақ әлі күнге дейін жеткізіп жатыр Украинаға көмек ретінде. Сонымен қатар енді мына одақтас мемлекеттер Украинаға 20 миллиард еуро көмекті мақұлдады. Демек, бұл әлі де көмек жалғасады деген сөз. Сонымен қатар Францияның президенті Макрон айтқан болатын, Украинаны тізе бүгуге жеткізбейміз, капитуляцияға жеткізбейміз деді. Ал Кир Стармер болса, яғни Ұлыбританияның премьер-министрі болса, қанша қажет болса, сонша көмек береміз деді Украинаға. Бұл деген сөз Путиннің жоспары жүзеге аспай жатыр дегенді білдіреді. Өйткені Путин келіссөздерді созу арқылы, бейбіт келіссөздер деп атағанымен, мына Джиддадағы, Эр-Риядтағы келіссөздер әлі күнге дейін нақты шынайы жүзеге аспай жатыр. Өйткені әлі күнге дейін екі тарап бір-бірін кінәлаумен келе жатыр. Атысты тоқтатуға байланысты Украина тарапы келіскенімен Путиннің өзіндік қоятын талаптары болды. Сонымен қаншама келіссөздер әлі күнге дейін созылып келе жатыр. Нақты шешімге келген жоқ. Сондықтан одақтастар қашан бейбітшілік орнайым дегенше бұл көмекті жалғастыруға шешім қабылдап отыр. Демек, бұл деген сөз Америка болсын, НАТО болсын, Украинаны толық тастап кеткен жоқтығын көрсетеді. Марк Рюттенің өзі, яғни НАТОның бас хатшысының өзі осылай мәлімдеді. Нақты берілетін көмектің өзін жариялады. Демек, Украинада әлі де үміт бар.